Тарауих намазының үкімі және қасиеті. Сөздікте демалу деген мағынаны білдіретін тарауих діни термин ретінде Рамазан айында құптан намазы мен үтір намазының арасында оқылатын нәпіл намазды білдіреді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям бұл намазды сахабаларымен бірге жамағатпен оқып, олардың ықыласының ашылуын көргенде парыз болып қалама деп қорқып, оны ары қарай жалғыз оқыды. Тағы да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям кімде-кім Рамазан намазын, яғни тарауихты иманмен және сауабын Алладан тілеп оқыса, оның өткен күнәлары кешіріледі деген. Бұхари сүресі. Осылайша тарауих намазын оқуға ынталандырды. Осыған байланысты тарауих намазы ерлер мен әйелдер үшін сүннет-и муаккада болып табылады. Тарауих намазын 4 рәкаттан бір сәлем беріп оқу рұқсат болғанымен, 2 рәкатта сәлем беріп оқу абзал. Бұл намаздың әрбір 4 рәкатының соңында біраз уақыт отырып демалу мұстахаб. Бұл демалыстарда тахлил, ла илаха иллаллах деп айту және салауат айту дұрыс. Тарауих намазы қанша рәкағат? Пайғамбарымыз саллаллаху ассалям оқыған тарауих намаздарының қанша рәкағат дегендігі жөнінде ортақ пікір жоқ. Оның үтірді қосқанда 23 рәкат тарауих оқығаны туралы кейбір риуаттар болса да, ғалымдар бұларды әр түрлі жеткізген. Сондықтан осыған байланысты Айша анамыздың пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Рамазан айындағы түнгі намаздар туралы хадисінен және Хазіреті Омардың тарауих намазын жамағатпен оқуды бастауы туралы хабарға сүйене отырып қорытынды жасауға тырысқан. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Рамазандағы түнгі намаздары туралы сұрағанда, Айша анамыз Алла елшісі Рамазан айында және Рамазаннан басқа түндерде 11 рәкағат нәпіл намазды артық оқымайтын деді. Басқа бір риуатта бұл сан 13 деп айтылады. Біріншіден, бұл хадис тарауих намаз туралы екені белгісіз. Екінші жағынан, Айша анамыздың Алла елшісінің Рамазан айында және Рамазаннан басқа түндерде 11 немесе 13 рәкат намаз оқығаны айтуы тарауихтен бөлек үздіксіз оқитын түнгі намаздың бар екенін көрсетеді. Негізінде Құран кәрімде де түннің бір бөлігінде оянып сендер үшін нәпіл намазды орындаңдар. Раббың сені мақтаулы дәрежеге жібереді деп үміттенеміз. Жоғарыда айтылғандардан сөз қозғалған сұрақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам басқа құлшылықтарындағыдай түнгі намаздардың көбейгенін анықтау туралы сұралғанын және оның тарауих намазына еш қатысы жоқтығын түсінуге болады. Айша анамыз риуат етілгенде хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям Рамазан айында құлшылыққа басқа айларда кездеспейтін күш салатын. Рамазан айының соңғы 10 күнде ол әлде қайда күш көрсетті. Соңғы 10 күнде түнді жаңғыртып отбасын оятатын. Тарауих намазы Хазіреті Омар, Хазіреті Осман және Хазіреті Әли дәуірінен бастап бүгінгі күнге дейін жамағатпен 20 рәкат болып оқылады. Сахабалардан ешкім бұған қарсылық білдірмеді және оны ғалымдар солай қабылдады. Қазіргі таңда қасиетті Мекке және Мәдине мешіттерінде және де көптеген ислам елдерінде біздің елімізде тарауих намазы жамағатпен 20 рәкат болып оқылады. Алайда тарауих намазы нәпіл құлшылық болғандықтан оны парыз деп есептеу дұрыс емес екенін де айта кеткен жөн.
Осы себепті шаршау, жұмысбастылық және осыған ұқсас себептермен тарауих намазы үйде 8, 10, 12, 14, 16 немесе 18 рәкат оқылса сүннет орындалады. Бірақ жамағатқа қосылуға тырысқан дұрыс. Тарауих намазының жамағатпен оқудың үкімі қандай? Білесіз бе? Нәпіл намаздары жалғыз оқу абзал болғанымен, тарауих намазы жамағатпен оқу пайғамбарымыз саллаллаху вассаламның амалымен бекітілген. Негізінде пайғамбарымыз тарауих намазын жамағатқа бірнеше рет оқыды, бірақ кейін парыз болатынын ойлап, оны жеке оқыды. Омар халифа болғаннан кейін халықтың тарауих намазын шашыраңқы түрде оқып жатқанын көріп, оны қайтадан жамағатпен оқыған дұрыс деп ойлап, бұл намазды тағы да жамағатпен оқуды сахабаларымен ақылдаса бастады. Адамдардың бұл намазды қуанып оқып жатқанын көргенде, бұл қандай әдемі әдетке айналды деп ризалығын білдірді. Хазіреті Әли Омар біздің мешіттерімізді тарауих намазымен нұрландырғандай, Алла тағала Омардың қабірін нұрландырсын, деді. Әйел адамдар тарауих намазын мешітте оқыса бола ма? Сіздің пікіріңіз қандай? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әртүрлі жағдайларда әйелдердің мешітке келуге болатынын, бірақ олардың үйдегі құлшылықтарының артық екенін айтып, әйелдердің мешітке баруына кедергі жасамаңдар, бірақ үйлер олар үшін жақсырақ, деді. Пайғамбарымыз әйелдерге мешітке баруға рұқсат бергені, тіпті айт мерекесінің қуанышын сезіну үшін жамағат бірге тойлайтын Рамазан, Құрбан айт мейрамдары сияқты қуанышты күндерде айт намазына келуге шақырғаны белгілі. Дегенмен, Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам мешітке келетін әйелдерге біраз кеңес берді. Олардың көзге көрінетін киінуіне және хош иіс себуіне тыйым салынған. Осыған сәйкес әйелдердің үйде намаз оқу абзал болғанымен, қажетті ескертулерді танытқан жағдайда парыз және тарауих намаздарын мешітте жамағатпен оқуының еш зияны жоқ деп айтты. Сөзімді сахаба Омар ибн әл-Хаттабтың Рамазан айы келгенде айтатын мына бір өсиетімен аяқтағымыз келеді. Расында Алла сендерге бұл айда ораза тұтуды парыз етті, бірақ түнгі намаздарды парыз етпеді. Алайда шын мәніне келсек, Рамазандағы бұл намаздар Алла тағала хабарлаған қосымша амалдардың ең абзалы. Ал кім оларды оқығысы келмесе, өз кереуетінде жата берсін. Сондай-ақ әрбірің егер пәленше ораза тұтса, мен де тұтамын. Егер түгенше түнгі намаздарды оқыса, мен де оқимын деп айтудан аулақ болсын. Сондықтан кім ораза тұтса немесе түнгі намаздарды орындаса, оны тек Алла үшін істесін. Алла тағала осы айда сауабынан үміт етіп атқаратын әрбір искі амалдарымызды қабыл етіп, қатерлі індеттің құрсауынан аман-есен құтылып, Аллах тағала жәннаттан орын дайындасын. Видеом ұнаса подписаться және лайк батырмаларын басыңыздар.